Сәлеметсіздер ме оқушылар? Информатикадан жаңа тақырыпты бастаймыз. Бүгінгі тақырып кітаптарының 48-ші бетінде векторлық кескіндерді құру. Бүгін үйренетініміз векторлық редактор, векторлық суреттер құру. Жаңа термин: векторлық кескін, векторное изображение, вектор имидж. Оқушылар, компьютерлік графика 2 өлшемді, 3 өлшемді болып бөлінетінін алдыңғы сабақтардан білеміз. 2 өлшемді графика, растрлық графика, векторлық графика, фракталдық графика болып бөлінеді. Алдыңғы сабақта растрлық графика жайында өттік, яғни растрлық графика нүктелер, суреттер. Бүгін векторлық графика тақырыбын өтеміз. Векторлық графика нүктелер, сызықтар, дөңгелектер мен шеңберлер, көпбұрыштар сияқты объектілерді сипаттауға негізделген. Оқушылар, Enscape редакторы векторлық графиканы құруға және өңдеуге мүмкіндік беретін программа. Оқушылар, Enscape бағдарламасы құрал-саймандар тақтасы сурет салуға қажетті негізгі құралдардан тұрады. Тік төртбұрыш құралы, тік төртбұрыштар мен шаршылар салуға арналған. Жұлдызша, көпбұрыш құралы, жұлдызшалар мен көпбұрыштарды салуға арналған. Шеңбер құралы, эллипстер мен дөңгелектер салуға арналған. Мәтін құралы, белгілер мен мәтіндер қосуға арналған. Контур құралы, күрделі фигураларды құру немесе түзетуге арналған. Таңдау, сызбада нысандарды белгілеуге арналған. Оқушылар, Enscape бағдарламасының терезесі, яғни терезе элементтері, мәзір қатары, басқару элементтері, құрал-саймандар жолағы, күй жолағы, түстер палитрасы, негізгі жұмыс алаңы, жиі қолданылатын құрал-саймандар, жылжыту жолақтары, біріктіру панелінен тұрады. Яғни құрал-саймандар жолағында шеңберлер, тік төртбұрыштар, мәтін жазу. Түстер палитрасында, яғни объектілерді түрлі түске бояймыз. Негізгі жұмыс алаңында, яғни осы алаңда жұмыс жасаймыз. Мінекей оқушылар, Enscape бағдарламасында түрлі фигуралар, шеңберлер, төртбұрыштар, жұлдызшалар, яғни осы фигураны градиентті бояу деген бар. Градиент бір түстен біртіндеп екінші түске ауысу. Градиентті бояуларды баптау үшін мәзір жолағынан құйып бояу және жиектеу заливкой объекта командасын таңдаймыз. Нысандарды топтау және жылжыту қалай жүзеге асырылады? Программада салынған суреттерді топтау арқылы бір нысан ретінде жылжытуға болады. Мөлшерін өзгертуге болады. Ол үшін оқушылар суреттерді салып, барлық суреттер аймағын белгілейміз. Мәзір жол, нысан, объект, топтау, сгруппировать командасын орындаймыз. Enscape бағдарламасында суреттерді сақтау үшін файл ретінде сақтау батырмасын басамыз. Суретке атау беріп, сақтау батырмасын басамыз. Сақталған суреттердің кеңейтілімін PNG, PDF кеңейтілімдерінде де сақтауға болады. Оқушылар, кітаптарындағы компьютерде орындайық тапсырмасын орындаймыз. Enscape программасын іске қосамыз. Құрал-саймандардың тақтасының қызметімен таныс. Фигураларды пайдаланып, үйдің суретін сал. Салынған суретіңді түстер палитрасын пайдаланып боя. Суретке тақырып қой, оны суреттің астына мәтінді енгізу батырмасын пайдаланып жаз.
Екінші тапсырма векторлық кескінді құру. Тақырыбы бойынша дискідегі тапсырманы орында. Мінекей оқушылар, жаңағы компьютерде орындайық тапсырмасы, үйдің суреті. Осы үйдің суретін саламыз. Жарайсыңдар оқушылар, компьютерде орындайық тапсырмасының үйдің суретін жақсы орындадық. Енді екінші тапсырма дискідегі тапсырманы орындау. Дискідегі бірінші тапсырма. Бос орындарға тиісті сөздерді қойып, сөйлемді толықтыр. Дөңгелектер, шеңберлер, объектілер. Енді осыны қойып толықтырамыз. Яғни векторлық графика нүктелер, сызықтар, дөңгелектер мен шеңберлер, көп бұрыштар сияқты объектілерді сипаттауға негізделген. Жарайсыңдар оқушылар. Енді екінші тапсырма. Inkscape редакторы терезесінің элементтерін жаз. Мәзір қатары, басқару элементтері, құрал саймандар жолы, негізгі жұмыс алаңы, күй жолағы. Мінекей осылай қойып шықтыңыздар, екінші тапсырманы да дискідегі орындап. Жарайсыздар оқушылар. Енді дискіде тағы бір тапсырма бар. Яғни сәйкестендіру. Суреттер қандай құрал саймандар көмегімен салынды. Жарайсыңдар оқушылар. Тамаша. Енді оқушылар дәптерде орындайық. Inkscape терезе элементтерін дәптерге жазамыз. Жарайсыңдар оқушылар. Дәптерге жазып алсақ, сергіту сәтін орындайық. Қолымызды, көзімізді, яғни сергітіп жаттығу жасап алайық. Жарайсыңдар оқушылар. Орнымызға отырамыз. Оқушылар, тақтада клоун мен смайлик суреттері берілген. Inkscape бағдарламасында орындаймыз. Шеңберлерді, сызықтарды пайдаланамыз. Жарайсыңдар оқушылар. Тамаша. Енді оқушылар, егер саған сабақ ұнаса, тапсырмалардың барлығын сәтті орындаған болсаң, желкенді жасыл түске боя. Яғни кеменің желкенін жасыл түске бояймыз. Егер саған сабақта белгілі бір қиындықты кездестірген болсаң, желкенді сары түске боя. Егер саған сабақ барысында тапсырмаларды орындау қиын болып, мұғалім көмегін қажет еткен болсаң, желкенді қызыл түске боя. Жарайсыңдар оқушылар. Оқушылар, енді үйге тапсырма аламыз. Кітаптарында үйде орындайық тапсырмасы. Сурет бойынша шағын әңгіме жаз. Қандай салт дәстүр көрсетілген суретте? Сен басқа қандай салт дәстүр туралы не білесің? Сау болыңдар оқушылар.